Мастер-класс пакеттен жасалатын көйлек. Платье из подручных средств из пакетов. Менің қолымдағы бар пакет размері 60 сантиметр ұзындығы. Ені әртүрлі бола беретін шығар енді. Кімде қандай пакет бар? Өздеріңіз қолдануыңызға байланысты. Бірінші ручкаларын кесіп тастаймыз. Бұл ручкаларды тастамаймыз, себебі бұлар бізге гүл жасау үшін қажет болады. Түбінде кесіп аламыз. Ашамыз. Осы екі слой күйінде дәл ортасынан жинаймыз. Және байлаймыз. Осылай байлаймыз. Пакетті алдын ала кесіп осылай дайындап қойғанмын, ашып. Одан осылай лента жасаймыз. Оған осы түйіннің ортасынан өткіземіз. Өткіземізде оны қатты қысамыз. Енді мен қазіргі жасағанымды да осының жанына қосайық. Міне, бұл көйлегіміздің етегі болады. Осы көйлектің осы варианттағы түрін жасау үшін бізге тігін машинкасы қажет емес. Жүлдеп, жылы үтікпен парсыз үтіктеп шығуға да болады, бетіне қағаз қойып. Оны былай ала тұрамыз. Енді көйлегіміздің кеудесін жасауға. Кеудесін жасау үшін тағы да ручкаларын кесеміз. Осы 60 сантиметрді осы күйінде қалдырамыз. Себебі бүлдіршіндеріміздің кеудесінің объемы өзі сол 60 сантиметр. Объемы өзі сол 60 сантиметр болады. Осылай қалдырамыз. Енді екінші түсті пакеттен қырқып, одан жерлерге тігіп алуымыз керек. Бұл біздің кеудеміз. Оны киген кезде артына былай байланады. Сөйтіп, біздің сары ленталарымыз гүлге айналады. Ал қазірше оң жағына қарай қаратамыз. Кесіп алған ручкаларымыз етектен. Олар осылай гүл жасауға жарайтын болады. Сәл қысқартамыз. Себебі өте үлкен гүлдер керек емес. Енді бұларды екі-екіден бөлеміз. Екі-екіден бөліп, араларын жай былай ашамыз. Оған екі сары түсті пакеттің размерін сәл кішілеу етіп аламыз, ұзындығын. Ортасынан бүктейміз. Енді мына жерін жиырамыз.
жиырып алғаннан кейін жіппен немесе жіңішке скотчпенен осы жерін байласақ болады. Мен скотчпен байлайын деп тұрмын. Ораймыз. Артық жерін қысқартып қиып тастаймыз. Енді ашамыз ақырындап. Көбейтуге болады, әрине, гүлді өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мастер-классымызға өте көп уақыт кетпесін деген себеппен осы гүлдермен доғаратын боламыз. Тек қана мына түбінен емес, жанынан да ұстатқандарыңыз дұрыс болады. Ортасын алып тастап, екі жанындағы қалыңдағы жерін қалдыруымызға болады. Осы қалың күйінде мына жерге орналастырамыз. Гүлдің астында көрінбей қалуы керек гүлдің жері. Лямканы өте жіңішке етіп жасауларыңызға да болады. Көрінбейтіндей етіп. Енді осы лямкаларды артынан бері қарай өлшегенде 5 сантиметр жерге орналастырамыз, бірақ та оның ұзындығын баланың иығына өлшеп барып жасағандарыңыз дұрыс болады. Оны қазір манекенде көрсететін боламын. Қыздар, міне жаңағы гүлдерімізді кішірейттім, шеттерін кесіп кішірейтіп, және араларын өте жақын етіп, жоғары тіктім, жоғары қарай орналастырдым гүлдерді. Осындай болып шықты.